біз жалғастырамыз және жарнамаға дейін тәтті жұбымыз Даяна мен Ерболды ортаға алған едік. Әйтсе де бізде соңғы құпия таңба қалған сияқты. Кімнің қолында? Құпия таңба жоқ. Құпия таңба құпия болып қалды, жарайды, тастап аласыздар. Ал әзірге сіздерге оралайық. Саламатсыз ба, Диана ханым? Эфирден кейін Ерболдың сөзі болды. Біз бірге бола алмаймыз деп кетіп қалды. Сосын мен шықтым. Ол жоқ, сөйлесе алмадым. Одан кейін демалыс күндер болды. Мен жаздым, звондадым. Не болды? Менімен сөйлесші деп. Телефон тұтқасын көтермеді. Жазылған ответтерімді оқымады. Сосын суббота күні қарасам, біздің қатысушылар караокеге жиналыпты. Иә, мен де байқадым. Сол кезі Ербол мәз, Арысханна мәз ба, әлде не білмеймін, өлең айтып ана жерде билеп. Сен барған жоқсың? Жоқ, мен барған жоқпын. Мен көңіл күйім болған жоқ. Өз-өзімен 2 күндей шынымды айтсам депрессияда болдым деп айтамын. Қазір мен бүйтіп күліп отырмын. Андайда халық қазір 2-ге бөлінді, біреулер айтады, жігіт үшін не үшін жылайсың, көңіл күйімді көтер дейді. Соған стараюсь көңіл күйімді көтеруге. Көтерсем, керісінше, значит, оны сүйген жоқ деп айтады. Всякое может быть, но вот, в общем, звондамады, хабарласпады, білмеймін неге екенін, өзім өте қатты қызық. Бағанада мен амандасқан жоқ, өзі кешігіп келді эфирға. Неужели я такого заслужила деп ойладым да өзім. Енді мен айта кетсем, біріншіден караокеға бардым. Өйткені қатысушылардың өздері шақырды. Өйткені көңіліңді көтер, бүгін қиын болған секілді деп. Бара салу керек, иә? Кәсіпте тұр. Мен сені тыңдадым. Бардым, тыңдадым. Ал екіншіден мен өзім Даянадан сұрандым. Басынан бастап сұрандым. Екеуміз танысқалы бері. Мен алдағанды жек көрем. Мен шындыққа ғана көз жүгірсем. Егер алдайтын болса, мен көңілім қалады. Маған сюрприз жасамай қой. Ертең біз қосылып, ортасында сюрприз шатым болса, кешір, саған да сюрприз болады деп. Дәл солай сөз айтқан мен. Бірақ басында бірінші ақпараттар келді, шеттен келді. Бірақ ол ақпараттарға сенгім келген жоқ, өзінен сұрай беретін. Ол өзі жоқ деп басқа темаға ауыстыратын. Ал кеше деп жұма күні маған көп ақпараттар келді. Сол ақпараттарды толықтай маған көрсетті. Мен ол ақпараттарды айта алмаймын, өйткені осы жерде айтып кеттім. Сендер мен білмей қойыңдар, мен айтпай ақ қояйын деген. Сен соған сендің. Енді оған сенді дегенде мен сенен сұрадым. Оның барлығын сұрай бердім. Ербол, оны мен де айтсаған жоқ деп айттым. Және де, если ты помнишь, Аша ханым болған кезде ол айтқан, Даяна мен жұмыс істейді, әрқашанда жұмысты жақсы көреді, қасында всегда болады. Шынымен де жігітке уақыты жоқ деп айтқан. Жігітке уақыты жоқ дегенде, по-любому ол нәрсе болады да, мысалы. Сен мен андай көріп отырсың да, как будто я проектте мен бір баламен жүрем, сыртта басқа біреу еще сенімен құшақтасам, конечно. Жоқ, мен сенімен қазір сөйлеседі деп айттым. Бірақ оған дейін де сен жүріп деп айттым. Бір оқиғалар болды деп айттым және. Бір байқағаным, бұл екеуі өкінішке қарай эфир сыртында әлі сөйлесіп үлгермепті. Дегенмен сіздер әлі де болса сөйлесіп, махаббат үшін күресіп, сол мәселе бар болса соны анықтауға тырысыңыздаршы. Өйткені қазір Ербол сен асығыстықпен үлкен қателік жасап қоюы мүмкін. Ал Даяна сені күтіп отырған сияқты. Мен білетін Даяна болса, ол әлі сенер емес. Барлығын осы аяқталғанына. Құрметті көрермен, бізде өкінішке қарай бағдарламамыз аяқталып қалды. Бұл жұптың мәселесін ертең бірге талқылаймыз, ал құпия таңбаның белгісін ұтып алған иегерді әлеуметтік желіде жариялаймыз. Бізбен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Қалауым лайф әрқашан қосылып болсын.